жүрек атты аудио бағдарламалар циклы. Анар ханым, келесі бір сұрағымыз қазақ сөз ағымыныңға негізі назар аударайық, ағымның ерекшеліктеріне тоқталсақ. Өте жақсы, сауатты сұрақ. Нұрсұлтан, сен өзің филологияны жақсы оққансың ғой деймін. Өйткені тіл деген сөйлеген кезде біздің шыққан дыбысымыз ол толқын. Толқын болған оның ағыны болады. Сондықтан кез келген тілдің ауызша сөзі ол бір белгілі бір толқын түрінде рәсімделіп, безендіріліп сыртқа шығады. Сондықтан әрбір тілдің өзінің ерекшелігі де болады сол сөз ағымының. Мысалы, мынандай жағдай болады. Кейде қабырғаның ар жағында сіз кімдер сөйлеп жатқанын білмейсіз, бірақ олардың интонациясына, әуеніне қарап, олардың қай тілде сөйлеп жатқанын аңғарып қойыңыз әбден мүмкін. Енді мүмкін мазмұнын толықтай түсінбесеңіз де, қандай эмоциялармен сөйлеп жатқанын білуіңіз мүмкін, қандай жағдайда сөйлеп тұрғанын білуіңіз мүмкін. Ресми ма, бейресми ма, тағы басқа. Осының бәрінен сіздің құлағыңызға ақпарат беріп тұрған сол жаңағы толқындардың ерекшеліктері. Сізге сигналдар беріп тұрады сол толқындар. Сондықтан әр тілдің өзінің сөз ағымының, ұйымдасуының, сөз бөліктерінің ерекшелігі болады. Енді қазақ сөз ағымының ерекшелігі неде десек, осы кезде мен Ахмет Байтұрсынұлының әдебиет танытқышта жарық көрген әдебиет танытқыш атты еңбегіндегі қазақтың сөз ағымы туралы деректерінен бір әдемі мысалды келтіргім келеді. Қазақтың сөзі кілемге түскен түрдей дейді. Түр дегеніміз өрнек қой. Қазақтың сөзі кілемге түскен өрнектей дейді. Яғни қазақтың сөз ағымы, яғни қазақтың сөзінің толқындары біздің кілемге түскен өрнек сияқты. Көз алдыңызға елестетіп отырсыз ба? Қазақтың өрнектері қандай, иә? Қазақтың өрнектерінің оюларының үшкір тұстары, зәулім аспанмен таласқан үшкір жерлер бар ма? Бір бұрыштары үшкілденіп кеткен тұстары бар ма қазақ оюында? Жоқ қой, барлығы сүйірленген, доғалданған, біріне бірі жалғасып, бірінен бірі уласып, бірінен бірі шығып, бірінен бірі туындап жатады. Сондықтан біздің сөзіміз сыртқа шыққан кезде басқа бөгде тыңдаушыға тура солай әсер етеді. Жаңағы тональності белгілі бір интервалды үнемі сақтап отырады. Жұмсақ деп айтсақ болмай ма? Иә, жұмсақ, әуезді, әуені белгілі бір интервалдан, аралықтан күрт көтеріліп шығып, немесе күрт төмен түсіп кетпейді. Содан кейін бір әуен аяқталған кезде екінші әуен содан өте алшақ интервалдан басталмайды. Соған бір жақындау интервалдан, сол аралықтан басталып отырады. Бұл Байтұрсынұлының өте көрегендігін көрсетеді, керемет тіл танушы болғандығын көрсетеді. Тіпті сөзге эксперимент жасайтын құралдар болмаған кездің өзінде құлағымен осындай қазақ сөзінің ерекшелігін шалып біліп түсінген адам екен көрсетеді. Енді қазақ сөзінің осындай бір ерекшелігі қайдан туындайды? Бұл бағана өткендегі біздің аудио курста айтқан сингармонизм заңдылығына байланысты дыбыстар бір әуезде айтылады, бір тембрмен айтылады. Яғни сіз сөздің басында жуан дыбыс айтсаңыз, сіз сөздің соңына дейін осы сингармотембрді, яғни жуандықты сақтап тұрасыз. Сіз сөздің басында жіңішке айтсаңыз, сіз сөздің соңына дейін осы жіңішкелікті сақтап тұрасыз. Ол бір екінші қазақ сөзінің осындай бір қазақтың өрнегі сияқты тұтасып бір ерекше болып не үзіліп кетпей толқынмен шығатындығы ол екпінге байланысты. Мысалы, роман-герман тілдеріндегі екпін жылжымалы. Ол сөздің, бір ғана сөздің не басында болуы мүмкін, не аяғында болуы мүмкін. Оның орны тұрақсыз. Ал түркі тілдері, соның ішінде қазақ тіліндегі екпіннің орны тұрақты, ол үнемі сөздің соңғы буынына түседі. Мейлі ол сөз 5 буынды сөз болсын, мейлі 11 буынды сөз болсын, ол сөздің соңына түсіп отырады. Сондықтан да сөздің соңына түскен кезде сол жердегі дыбыс кішкене ұзағырақ айтылады. Сөйтіп тура бір ғана деңгейде сөйлейсіз, бір ғана әуезде сөйлейсіз, бірден күрт дауысыңыз төмендетіп кетпейсіз, бірден оны көтеріп жібермейсіз. Енді ондай тұстар болады, ол эмоциялық сөздер де болады. Мысалы, айғайласып жатқан адамдардың сөзінің әуезі, толқындары сондай бір қорқынышты жүйесіздікпен шығады.
біз анау өткен сандарымыз айттық қой, көбіне көп қазақ тілінде ишарасыз, ешқандай эмоциясыз ақ белгілі бір сөзді әдемі пайдалану арқылы, жеткізу арқылы айтуға болады деп. Сол сияқты ғой, ұрысқан кезде де бізге барынша салмақты болған дұрыс сияқты. Айтады ғой, бір сөзбен ғана жылататын азаматтар еді деп. Сол сияқты. Қазақтың сөзінің құдіреті күшті. Бір сөзбен бүкіл халықты да басын біріктіріп, бір іске жұмылдыруға болады. Bir сөзбен сол халықты ірітіп, эмоциясыз жеткізуге болады дейсіз ғой. Рахмет сізге, Анархан. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.